Сәлеметсіңдер ме балалар? Бірінші сынып ана тілі пәні 73-ші сабақ заттың қимылын білдіретін сөздер тақырыбы. Бірінші жаттығу мәтінді түсініп оқы. Табиғат құбылыстары. Табиғатта әртүрлі өзгерістер болып тұрады. Күн мен түн алмасады. Жаңбыр, қар, бұршақ жауады. Жел соғып күн күркірейді. Найзағай жарқылдайды. Қар ериді, су тасиды. Өзендер мен көлдерге мұз қатады. Табиғаттағы мұндай өзгерістер табиғат құбылыстары деп аталады. Мәтін дүниетану анықтамалығынан алынған. Ал енді балалар, мәтін мазмұны бойынша берілген тапсырмаларды орындайық. Табиғатта қандай өзгерістер болады? Табиғатта әртүрлі өзгерістер болып тұрады. Табиғат құбылысына нелер жатады? Табиғат құбылыстарына қар еру, су тасу, найзағай ойнау, өзендер мен көлдерге мұз қату сияқты өзгерістер жатады. Екінші жаттығу көп нүктенің орнына керекті сөзді қойып жаз. Керекті сөздер күркірейді, жауады, алмасады, жарқылдайды. Осы сөздерді балалар көп нүктенің орнына қойып, сөйлемді толықтырып жазамыз. Күн мен түн алмасады. Жаңбыр, қар жауады. Күн күркірейді, найзағай жарқылдайды. Жазған сөздеріне сұрақ қой. Ол сөздер нені білдіреді? Алмасады. Не істейді? Алмасады. Не істейді? Жауады. Не істейді? Күркірейді. Не істейді? Жарқылдайды. Яғни балалар, бұл сөздерге не істейді деген сұрақтар қойылады. Яғни бұл сөздер іс-әрекетті білдіріп тұр. Олай болса балалар, ережені мұқият тыңдап, есімізде сақтап алайық. Заттың қимылын білдіретін сөздерге не істеді, не қылды, қайтты деген сұрақтар қойылады. Мысалы, ұшты, жүргізді, барды, оқыды. Үшінші жаттығу сөйлемдерді тиісті сөздермен толықтырып айт. Тиын жаңғақ дерді. Піл тышқаннан қорықты. Түлкі арыстаннан қашты деп толықтыруымызға болады балалар. Яғни бұл жерде біз заттың қимылын білдіретін сөздерді қойдық. Оларға не істеді деген сұрақ қойылады. Жұмыс дәптердегі соңғы тапсырма ериді, қатады, тасиды сөздерін қатыстырып 3 сөйлем жаз. Көктемде қар ериді, қыста су беті қатты аяздан қатады, көктемде қар ерігенде өзендер тасиды деп балалар сөйлем жазуымызға болады. Мінекей балалар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сендерге барлық тапсырмалар түсінікті болды деген ойдамын. Келесі жаңа сабақта жіберіп алмау үшін каналға тіркеліп қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңдар. Келесі жаңа сабақта кездескенше сау болыңдар.